Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу 145-ші сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы нәтиже сабақ «Мен не үйрендім?» Менің мектебім тақырыбы бойынша. Бұл сабақта сен керекті сөздер мен суреттерді қолданып, сөйлем, мәтін құрастырып жазасың. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар қоясың. Балалар, суретте не көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар. Суретте мектеп, оқушылар, оқулық, глобус көріп тұрмыз. Яғни бүгінгі біздің тақырыбымыз не жайында болмақ? Дұрыс айтасыңдар балалар. Мектеп жайында болмақ. Ендеше бірінші тапсырмаға назар аударайық. Өлеңді рөлмен оқы. Мұғалім апай. Көп ойлап отырма, ауылға қадірлі. Кім атын атай ғой? Әліппе оқуға үйреткен әр күні мұғалім апай ғой. Анаңдай аяулы мәпелеп өсірген кім атын атай ғой? Үйретіп санауды жаңылсам кешірілген мұғалім апай ғой. Балалар, өлең ұнады ма? Өлең кім туралы екен? Дұрыс айтасыңдар. Мұғалім ұстаз туралы екен. Екінші тапсырма. Көп нүктенің орнына керекті сөздерді қой. Ол сөздер қандай әріптен бастап жазылады? Балалар, мына мақалды жазайық. Керекті сөздерді қояйық. Білім бұлағы, өмір шырағы. Керекті сөздер кітап, білім. Үшінші тапсырма. Мәтінді түсініп оқы. Қанат сурет салуды жақсы көреді. Оның альбомында неше түрлі суреттер бар. Әрбір сурет түсті қарындаштармен боялған. Қанат күннің суретін салды. Оның астына әрқашан күн сөнбесін деп жазды. Балалар, мәтін мазмұны бойынша сұрақтар қояйық. Дәптермен жұмыс. Жұмыс дәптеріміздің 43-ші бетіндегі сұрақтарға жауап берейік. Жарайсыңдар, іске сәт.